Адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламалары аясында бүгін театрдың ғажайып әлемі атты театр өнерінің республикалық фестивалінің аудандық кезеңі өтіп жатыр. Фестивальдің басты мақсаты балалар мен жастардың театр өнеріне деген қызығушылығын арттырып, рухани эстетикалық дамуына ықпал ету. Байқауға әр мектептен іріктелген үздік театр ұжымдарынан оқушылар қатысуда. Олар сахна мәдениеті мен актерлік шеберліктерін көрсетіп, өзара бақ сынайды. Адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасының шабыт жобасы аясында және оқушыларға кәсіптік бағдар беру мақсатында осындай театрдың ғажайып әлемі атты республикалық фестивальдің аудандық кезеңі біздің Наурызбай ауданында өткізілуде. Жылдан жылға бұл байқауға қатысушылардың саны артуда. Әр мектепте осындай театр топтары ашылып, үйірмелері ашылып, жұмыс жасап, оқушылардың саны артты. Сондықтан да бұл біздің жасөспірімдердің шығармашылық талантын ашатын және актерлік қабілеттерін шыңдайтын үлкен мәдени іс-шара деп ойлаймын. Қатысушылардың арасында тіпті екінші жыл қатарынан қатысып жатқан оқушылар көп екен. Солардың бірін ойын біліп көрдік. Мен алдыңғы жылы бұл жарысқа қатысқанмын. Ол кезде де жақсы орындар алып, өсіп өзіміздің өнерімізді көрсеттік. Енді бұйырса осы жарыста да жақсы орын аламыз деген ойдамын. Себебі дайындық өте жақсы болды. Балалар да жақсы дайындалды. Біз барлығымыз өзімізге сенеміз. Қазылар алқасының айтуынша, қазіргі жастардың театр өнеріне деген қызығушылығы басым және бұл байқауға қатысушылар да жыл сайын артып барады. Қазылар алқасының мүшесі болып келіп барған жайым бар. Енді ойлаймын, аудандық болғандықтан белді бекем болып бәрі жақсы дайындалған болар деп. Сондықтан мен өзім іштей қуанып, әрі уайымдап тұрған жайым бар. 174-ші мектеп гимназиясының ұжымына және оқушыларына, ұстаздарына бүгінгі қатысып жатқан белестен өтуіне және үлкен жоғары бағалуына, жүлделі болуына тілектеспін. Еңбектеріңіз жана берсін, театр әлеміне, театр өнеріне ден қойғандарыңызға дән ризамын. Мейірлі Қайсарқызы, Әтіркүл Өтеген, Аягөз Ерген, Аружан Смадиярова, Ұрпақ үні медиа.